Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah'ın sizlerге сәлем, рахымы, мейірімі болсын. Бүгін Musa aleyhisselamның Фирғаунның сарайындағы болған жағдайды өтемін иншалла. Musa aleyhisselam Фирғаунның сарайында өседі. Сол жерде білім алады, сөйтіп ақыл тоқтатқан бір керемет жігіт болып өседі. Мусаны Фирғаунның сарайында Musa aleyhisselam. Алла Тағала бұл жайлы Құранда Қасас сүресінің 10-шы аятында баяндайды. Астағфирулла. Валамма балага ашуддаху вастава атайнаху хукмау ва илмау ва казалика наджзил мухсинин. Ер жетіп теңелген кезде оған хикмет білім бердік дейді Алла Тағала. Құранда айтқандай, ер жетіп теңелген кезде оған хикмет және білім бердік. Игілік істеушілерді осылай сыйға бөлейміз дейді Алла Тағала. Енді Musa алейхиссалам ер жетті Фирғаунның сарайында. Ол өзінің Исраилдық екендігін білетін. Musa алейхиссалам. Және басқалар да бұл Мусаның Исраилдық екендігін біледі. Негізі жаңа балаларды бауыздатуындағы мақсат осы Musa алейхиссаламды іздеу еді бәрі. Осының көзін жою керек еді. Тіпті бұны Фирғаун да білетін болған. Бұның Исраилдық бала екендігін. Тек қана не істеген, өзінің жары Асияның құрметіне ғана қалдырған. Өтінішінен. Бірақ Musa алейхиссалам сол сарайда өмір сүреді. Сол сарайда Фирғаунның өкіл ретінде үкім жүргізетін болған. Әділ үкім жүргізе алатын болған. Бір күні Musa алейхиссалам түнделетіп адам жүрмейтін жолдан жүреді. Сөйтіп жүріп бара жатқан кезде екі кісінің жанжалдасып жатқанын көреді. Ұрысып жатқанын көреді. Бірі Исраилдық, бірі Мысырлық. Түсінікті ғой, Исраилдық. Musa алейхиссалам өзі мұсылман болған арқамда ол кезде де. Түсінікті ғой, әуел баста мұсылман болған, себебі ол өзінің Исраилдық екендігін білген, сол Исраилдердің ұстанымын дінін ұстанған сол кезде. Біреуі әлгі ұрысып жатқанның біреуі Исраилдық, біреуі Мысырлық еді. Сөйтіп Исраилдық жеңіліп жатып Мусадан көмек сұрайды Musa алейхиссалам. Маған көмектесті. Сонда Musa алейхиссалам бұған қатты ашу келеді. Себебі оның әлсіз екендігін көріп тұр. Мысырлық болса оған қоқан-лоққы көрсетіп, көз алдында қинап жатқанын көріп, шыдай алмай кетіп ашуланады. Сөйтіп барады, оны қолымен соғып қояды. Яғни қолымен түртіп жібереді. Сол түртіп жібергенде әлгі мысырлық қайтыс болады сол жерде. Musa алейхиссалам, біз айттық қой, ода 10 кісінің күші бар деді. Ол тиіп кетсе өлтіріп қоятын болған. Ол қайратты болған, қуатты болған. Сөйтіп негізі оны өлтірейін деген ниетпен ұрған жоқ. Ұрып қалған кезде ол не істеді? Мысырлық сол жерде жан тапсырып кетті. Кейін Musa бұны өлгенін көріп аңырқап қалады. Аңырқап қалғаннан кейін қатты қорқады негізі. Сол кезде мына нәрсені айтады. Қала хаза мин амали шайтан. Иннаху адуун мудиллун мубин. Musa аңғарып қалып мына нәрсені айтқан дейді сол кезде. Бұл шайтанның ісі. Өйткені ол анық адастырушы, дұшпан деген екен. Әлгісін көріп. Сосын ол жазатайым істеген ісі үшін қатты уайымдайды күнәсі үшін. Әлгі өлтіріп қойған жазатайым істеген үшін. Және Аллаға тәубе етеді. Аллаға тәубе етіп мына нәрсені айтқан екен. Қала Рабби инни заламту нафси фағфирли фағфара лах. Қала Рабби инни заламту нафси деп отыр. Раббым, өзіме зұлымдық істедім деп сол кезде тәубесіне келген бірден. Өзіме зұлымдық істедім, мені кешір деп өтінеді. Сол кезде не дейді Алла Тағала? Фағфара лах. Сонда Алла оны кешірді дейді. Иннаху хуал ғафурур рахим. Өйткені ол кім? Алла өте кешірімшіл, аса мейірімді деген Құран аятында. Musa бұдан кейін мұндай әрекетке бармауға Аллаға ант етеді. Және не дейді? Раббым маған берген нығметіңе серт. Құран аятының мағынасын айтып отыр. Енді күнәһарларға жәрдем бермеймін дейді сол жерде. Аллаға серт береді, бұлай жасамайтындығына және ол жасаған күнәсіне өкінеді, тәубесіне келеді сол кезде. Түсінікті ғой? Ол әдейі өлтірейін деген жоқ еді. Осы жерде түсіне алу керекпіз. Ол не істеді? Қолы көтеріп қалған кезде қайтыс болып кетті. Сөйтіп ол өзінің түйсігімен сезді дейді Musa алейхиссалам. Алланың оны кешіргендігін. Түсіндіңіздер ме? Кешіргендігін дегенмен Аллахтың қабыл еткенін сезді, бірақ осы қылмысы үшін жазаға тартылудан қорқып,
қаладан қорқып алаңдаумен таң атырды дейді. Әлгі қаладан қашып несе де қалада қорқып алаңдаумен таң атырды сол қаланың ішінде. Дегенмен бұл үшін жазаға тартыламын деп уайымдады. Түсінікті ғой? Келесі күні сыртқа шығады. Сыртқа шыққанда тағы да әлгі Исраилдік бар ғой жаңағы көмектес дегені. Сонымен тағы бір кісінің жанжалдасып жатқанын көреді. Әлгі кісі тағы да көмек сұрайды Мұса алейхиссалам. Құран аятының мағынасында айтады. Қасас сүресінің 19 аятының мағынасында айтады. Қараса кеше өзінен жәрдем сұраған кісі тағы да айқайлап жатыр дейді. Мұса оған сен анық адасқан екенсің деп жатыр әлгіге. Тағы да не істеп жатыр? Жанжалдасып отқаннан кейін сен анық адасқан екенсің деді да сөйтіп екеуінің де дұшпаны. Кім екеуінің дұшпаны? Мысырлық. Мысырлықты ұстағысы келгенде дейді Мұса алейхиссалам. Мысырлықты ұстағысы келгенде. Исраилдік мына нәрсені айтып жүр дейді. Исраилдік жаңағы. Ей Мұса, кеше бір адамды өлтіргеніңдей бүгін мені өлтіресің бе деп айтты. Ол ойлады, не деп ойлады ол? Ол дұрыс түсінбей қалды Мұсаның әрекетін. Мұса кімді ұстағысы келді? Мысырлықты ұстағысы келді. Ал Исраилдік Мұсаға айтып отыр. Ей Мұса, кеше бір адамды өлтіргеніңдей бүгін мені өлтіресің бе деп жатыр. Сен бұл жерде игілерден болмай бір зорлықшыл болуды қалайсың ба деді. Құран аят мағынасында. Жаңа айтқанда, яғни Исраилдік өзінің ұлтындағы. Исраилдік не деп айтты, не деп түсінді? Мұса маған ұмтылып жатыр деп түсініп қалды. Түсінікті ғой? Ол негізі кімді ұстағысы келді? Екеуінің дұшпаны болған мысырлықты. Осы нәрсені айтумен адамдарға білдіртіп қойды Мұса алейхиссаламның жасаған несін, іс-әрекетін. Сөйтіп Фирғауын Мұсаны әу бастан жақтырмаған негізі. Оның Исраилдік екендігін білген, Исраилдік бала екендігін. Себебі асырап алады ғой. Әуелден Исраилдік ұрпақ екендігін біледі. Оны жек көретін, тек қана кім үшін не алған? Әйелінің бір өтініші үшін ғана сол сарайда ұстап жүрген. Және оның қол астындағы уәзірлері де солай. Бұларға бір не болды, бұл сылтау болды. Оны өлтіруге шешім қабылдайды. Бұл хабар оған жетеді. Ал Мұса алейхиссалам сөйтіп Құран аятының мағынасын айтқанда, қорқа байқастан, яғни қорыққаннан байқатпастан қаладан шықты да, Раббым мені залым елден құтқар деді. Сөйтіп қаладан шығып кетті. Түсінікті ғой? Ол шығар алдында енді мына нәрсені айтайық. Шыққанда, шықпас бұрын Мұса алейхиссаламға бұл хабарды кім айтты десе, Қасас сүресінің 20 аятының мағынасында айтады. Бір адам Мұса алейхиссаламға келді дейді. Яғни қала шетінен жүгіріп келіп, ей Мұса, басшылар сені өлтіруге кеңесіп жатыр деп айтты. Бір адам жүгіріп келіп Мұса алейхиссаламға айтып отыр. Ей Мұса, басшылар сені өлтіруге шешім қабылдап жатыр, кеңесіп жатыр дейді. Дереу елден шығып кет дейді. Және не дейді? Шындығында мен саған жақсылық ойлаушыларданмын дейді. Әлгі кісі кім жағында екен? Мұса алейхиссалам тарапында. Оған жаны ашып келіп тұр, сен қаладан қашып кет деп отыр. Сөйтіп Мұса алейхиссалам қаладан қашып кетеді. Мұса алейхиссалам бір бағытты бағыттайды. Ол білмейді қай бағытқа бара жатқанын. Себебі ол Мысырдан шығып көрмеген. Түсіндіңіздер ме? Мұса алейхиссалам не істемеген? Мысырдан шығып көрмеген. Сөйтіп Фирғаун адамдары оны іздестіре бастайды. Мұса алейхиссалам Аллаға дұға жасап, оның дұғасын қабыл еткенін біліп, оны жолға көрсетеді Алла Тағала. Мұса алейхиссаламның дұғасын Алла Тағала не істеді? Не деп дұға жасаған еді? Раббым мені залым елден құтқара гөр деді. Алла Тағала оның дұғасын қабыл етіп оған бағыт көрсетті дейді. Сөйтіп қолында жейтін асы да болмаған Мұса алейхиссалам әлгі жолға шыққанда. Астында мінетін аты да көлігі де болмаған. Түсінікті? Ішер су да болмаған. Солай бағыттаған. Сол бағыты Мұса алейхиссаламның бағыты. Мәдиянға қарай бет алған еді. Қаяққа екен бағыты? Бағытталған бағыты Мәдиян еліне. Мәдиян елі таныс па еді? Қазір айтамыз, иә. Әрине Раббым мені тура жолға салар деп Мұса алейхиссалам Ніл өзенін артқа тастады. Ніл өзенінен де өтіп кетті деген сөз. Сөйтіп шөл дала арқылы жаяу сапарлайды. Бұл жаяу жүргендіктен тіпті біраз жүргендігі сонша оның аяқ киімі жыртылады, табаны желініп. Жүруге дегенмен жалаң аяқ жүруге тура келеді. Оның ішер асы да болмайды. Ішер асы оның не болады? Жапырақтарды жеген. Оның қорегі не болған? Мәдиянға бағытталғанда қорегі жапырақ болған.
Осылай ол жаңа айттық қой, Мәден елі кімнің елі еді? Шуайб алейхиссаламның. Түсінікті ғой да? Әлейкеттердің тұрған жері ғой кезіндегі. Әлейкеттер кім еді? Құранда айтқан әлейкеттер дейді ғой. Олар кім еді? Ана еркек пен еркектер қосылатын ел еді. Түсінікті ғой да? Алла тағала ол қауым не істеді? Жойып жіберген еді. Бұл Шуайб алейхиссаламның қауымы еді. Оны жойғаннан кейін басқа адамдар ол жерге қоныс тепкен. Түсінікті ғой да? Бұл азап ол қауымына азап келіп әлде қайда. Оның орнына бөтен қауымдар келіп қоныс тепкен еді. Сол жерге барады. Сол жерге барғанда әлгі Мәдияда ауылдың шет жағасында қой, ешкі түйелеріне суаратын өзі арнайы нәрселер жасалған екен. Әлгі қойларын, малдарын суаратын жер. Бір ағаштың көлеңкесінде Мұса алейхиссалам көлеңкелеп қарап отырады. Қарап отырса, барлық адамдар өзінің түйелерін, қойларын, ешкілерін, бар нәрселерін суарып жатыр дейді. Әлгі суды тартып, әлгі су беретін астау дейміз біздер, соған құйып беріп жатыр екен. Сөйтіп қараса, екі жас қыз деп айтайық, екі жас қыз малдарын кері қайтарып күтіп тұрды дейді, бір шетте. Бұны Мұса алейхиссалам көріп тұрады. Сөйтіп Мұса алейхиссалам сұрайды: сендер не үшін суармай жатсыңдар дейді. Сол кезде әлгі екі қыз айтады, қыздардың әкелері жасы келіп қарған қария екендігін айтады. Әлгі екі қыздың әкесі жасы келіп қалған қария кісі. Бір деректерде айтады, ол Шуайб алейхиссалам дейді. Мәдиян елінен естеріңізде болса, Шуайб алейхиссалам кіммен бірге кеткен еді? Өзіне иман келтірген кім еді? Ода екі қыз ғана қойды ғой. Түсіндіңдер ме? Екі қызымен кеткен еді. Бұл екі қыз сол деп айтады. Түсінікті ғой? Әлгі қарт әкелері ол Шуайб алейхиссалам еді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам әлгі қыздардың жануарларын не істейді? Өзі суарып апарып. Бұл негізі үлкен бір әсер дейді. Түсінікті ғой? Ол кішкене күш-жігерді қажет ететін нәрсе. Әлгі суарып, қайтарып жасау жүру, су толтыру деген секілді нәрсе. Әлгі адамдармен, қыздар не үшін оларды күтіп тұрды, малдарын кері қайтарып десе, әлгі адамдармен қабаттаспайын деп. Түсінікті ғой да? Әлгі адамдармен қабаттаспайын деп өздерінің әдептерін сақтаған және өздерінің әлсіз екендігін білдірген. Түсінікті ғой да? Және өздерінің қарт әкелері бар екендігін білдірген. Сөйтіп Мұса алейхиссалам олардың әлгі малдарын суарып береді, көмектесіп жібереді. Сөйтіп қайтып келіп әлгі ағаштың түбінде отырады. Сол түбінде отырған кезде мына нәрсені айтады дейді: Раббым маған түсірген жақсылықтарыңа мұқтажбын деп айтады. Бұл жасаған дұғасын әлгі екі қыз не істейді? Тыңдап қалады, естіп қалады. Бұл екі қыз кім еді? Бұл Шуайб алейхиссалам қыздар еді. Түсінікті ғой? Деп Аллахқа дұға қылған кезде әлгі екі қыз естіп қалады дейді. Енді Ибн Аббас айтады, Алла әкесі екені разы болсын, Мұса Мәдиянға барған кезінде дейді, көп жаяу жүргендіктен, айттық қой, аяқ киімі жыртылды, көп жаяу жүргендіктен дейді, табанның терісі дейді, сыпырылып, орнына шор су пайда болған еді. Яғни мазөл дейміз біздер, сондай бола бастаған, сүйелге айналған дейді. Қарның ашқаны сондай дейді, ішіне қабысып қалған еді. Сондай қарны ашқан. Тіпті аузынан ағаш жапырақтарының табы білінетін еді. Яғни иісі келіп, түсінікті ғой да? Ағаш жапырақтарының иісі білінетін еді, табы білінетін еді. Мұса алейхиссалам Аллахқа қылған дұғасын әлгі қыздар естіп қояды, жаңа айтқандай. Сөйтіп үйіне барған кезде болған мән-жайдың бәрін айтып береді әкесіне. Кімге? Шуайб алейхиссаламға. Түгел баян дейді. Сөйтіп Шуайб қыздарына жәрдемдескен адамды алғыс айтпақ болып, қыздарының біреуін шақыртуға жібереді. Қыздарының біреуін істейді, әлгі Мұса алейхиссаламды шақыртуға жібереді. Мұса бұл жайлы Алла Тағала Құранда сонда екі әйелдің бірі дейді, оған ұялған түрде келді дейді. Түсіндіңіздер ме? Ұялған түрде келді дейді. Себебі олар кімнің қызы? Шуайб алейхиссаламның қызы. Түсіндіңіздер ме? Қыз Мұсаға келіп былай деп айтады: әкем бізге мал суарып берген ақыңды беруге шақырды дейді. Деп әкесінің сәлемдемесін жеткізеді. Мұса алейхиссалам шақыртуды қабыл алады. Сөйтіп бара жатқан кезде қыз ұялыңқырап қалады, кідіреді. Бұны байқаған Мұса алейхиссалам не істейді? Қызға айтады: сен менің артымда жүре ғой дейді. Яғни алдында жүруге әлгі қыз ұялды. Түсінікті ғой? Мұса алейхиссалам бұны бірден байқайды. Сөйтіп, сен менің артымда жүр дейді. Мен жайлап бағытта отырайын. Егер мен сәл бағытымды басқа жаққа бұрып жатсам, маған тас лақтырып бір ишара бер дейді. Бұнда маған сөзбен дауыстап айт деп жатқан жоқ. Маған не істе дейді? Тас лақтырып ишара бер дейді.
Бұл пайғамбарлықтың бір белгісі ғой. Көрдіңіздер ме? Мұса алейхисаламнан көрініп жатқан. Сөйтіп бағытталды Шуайб алейхисаламға. Мұса алейхисаламның жаңа жіберген қызы бар, үйінде қалған қызы бар. Ол Шуайб алейхисаламға болған нәрсенің барлығын, және Мұса алейхисалам Шуайбқа Мысырда болған нәрсенің барлығын айтып береді, егжей-тегжейлі. Сол кезде Шуайб алейхисалам уақиғаны әңгімелеп берген кезде дейді, ол қорықпа, залым елден құтылыпсың деп айтты дейді. Сөйтіп әңгіме барысында қыздың бір әкесіне мына нәрсені айтты дейді. Шуайб алейхисаламның қыздың екеуінің бірі. Әкетайым, оны жалдап ал деді. Кімді? Мұса алейхисаламды. Оны жалдап ал. Расында жалданған адамдардың ең жақсысы, күштісі әрі сенімдісі деп айтты дейді. Кімді меңзеп тұр? Мұса алейхисаламды айтып отыр. Өзінше соны ұсынды дейді, осылай. Және осы нәрседе айту барысында бірнеше адам атқаратын нәрсені, яғни күш талап ететін нәрсені Мұса алейхисаламның бір өзі атқарғандығында тілге тиек ете кетеді. Яғни жаңа малды суарып жүргенде бір өзі істегендігін жайлы айтады. Яғни ол ешқандай қиналмастан істеді дейді. Осыны айта кетеді. Енді сахаба Абдулла айтады, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху. Аса қырағы 3 адам бар дейді. Неше адам бар екен? Аса қырағы 3 адам бар деп айтқан. Соның бірі дейді, әйеліне оны құрметте деген кімнің қожайыны еді? Юсуф алейхиссаламның қожайыны. Түсінікті да? Юсуф алейхиссалам бала кезінде не істеді? Әйеліне не деп айтты оны? Мына қазына басшысы еді осы кезде. Әйеліне не істеді? Юсуф алейхиссалам оны құрметте дейді. Осы Юсуфтың қожайыны дейді, осы. Түсінікті да? Екіншісі, оны жалдап ал, расында жалданған адамдардың ең жақсысы, күштісі әрі сенімдісі деп айтқан кім? Оның жары дейді. Негізі осы жары болады, түсінікті да? Жаңа айтып жатқан. Бұл Мұса алейхиссалам жары болады негізі түрінде. Екіншісі осы, үшіншісі Омар ибн әл-Хаттаб дейді. Оны не үшін олай десе, Абу Бәкір өзінен кейін халифалыққа тағайындаған дейді. Түсінікті да? Осы 3 адам дейді. Сол кездердегі нәрсе, түсінікті ғой. Сонда Шуайб бұл ұсынысты қабыл алады. Қандай ұсыныс еді? Әкесін саған, мен саған бір қызымды некелікке берейін дейді. Сен маған не істе дейді? Қызмет жасайсың дейді. Сен маған 10 жыл дейді. Түсінікті ғой да? 10 жыл. Мына Құран аятының мағынасында айтады. Қасас сүресінің 27-ші аятының мағынасында айтады. Маған 8 жылға деді, қара. Маған 8 жылға жүруіңе қарымта ретінде мына 2 қызымның бірін саған некелегің келеді дейді. Шуайб алейхиссалам, Мұса алейхиссалам айтып отыр. Неше жыл деді? 8 жыл. Саған некелегің келеді. Егер 10 жылға толтырсаң дейді. Түсіндіңдер ме? 10 жылға толтырсаң, ол өз жаныңнан болады дейді. Саған қиындық тудыруды қаламаймын дейді. Алла қаласа мені ізгілерден табасын деп айтқан дейді. Шуайб бұл шартына келіскен Мұса алейхиссалам, осы мені мен сенің дейді. Арамыздағы келісім. 2 мезгілдің қайсысын өтесем де маған не жоқ дейді? Қарсылық жоқ дейді. Келісім білдіріп жатыр. Айтқанымызға Аллах кепіл дейді. Мұса алейхиссалам сөйтіп қызының біріне үйленеді. Сөйтіп 10 жыл қойын бағып береді. Не ретінде? Оның мәхір ретінде. Түсінікті да? 10 жыл қойын бағып береді. Өз еркімен. Сөйтіп Мұса алейхиссалам арада 10 жыл өткеннен кейін өзінің жарын алып, және 2 несін алады? 2 баласы болады одан. Әлгі үйленген қызына. 2 баласы болады. Сол 2 баласы, 2 кішкентай балаларын алып, қайтадан Мысырға қарай сапар шегеді. Себебі несе? О жақта кім қалған еді? Өзінің туған анасы. Және туған жері деген секілді. Соны сағынып, анасына барып зиярат етейін деп, туған жерін көрейін деп сапар шегеді. Сөйтіп түнгі салқында бұлар жаурай бастайды. Жолдан адасып қалып жаурайды бұлар. Сөйтіп Мұса алейхиссалам бір төмпешіктен, таудың басынан бір отты көреді. Жарқылды. Түсінікті ғой? Бір от көреді. Сөйтіп ана нәрсені айтты дейді. Таха сүресінің 10-шы аятында айтады мағынасында. Тұра тұр, әлгі өзінің жұбайына және 2 баласына. Түсінікті ғой? Тұра тұрыңдар, бір от көрдім дейді мағынасында. Тұра тұрыңдар, бір от көрдім. Мүмкін сендерге бір шоқ әкелермін, немесе от жақта бір жол сілтеуші табармын дейді. Мақсат не еді? Әлгі жанып тұрған жерден, сендерге шоқ алып келермін, яқты не істейміз? От жағып жылынармыз деген сияқты. Немесе сол жерден
жол көрсететін біреулерді табармын дейді. Себебі адасып қалған еді олар. Сөйтіп сонда жол тартады жалғыз өзі. Сол жерде дейді, өзінің отбасын тастап кетті дейді. Осы аяттың мағынасында айтады, Мұса алейхиссалам сөйтіп не істеді, отқа жақындап келгенде, Мұса алейхиссалам бір ғажайып көріністің куәсі болды дейді. Әлгі отқа жақындап келген кезде. От тікенекті зәулім жасыл ағаштың ортасынан шығып тұрады дейді. Тікенекті зәулім жасыл ағаш, ойлап қара, соның ортасынан шығып тұрған. Жасыл ағаш, қураған ағаш емес. Түсінікті да? Соны көреді. Сол отқа жақын келгенде оған тәңірлік үн келеді. Кімге? Мұса алейхиссаламға. Түсінікті да? Бұл тек үн емес еді дейді. Бұл тәңір мен пендесінің арасындағы не? Теңдессіз ұлы тілдесу еді дейді. Бұл не секілді? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам миғражда Раббысымен тілдескен секілді дейді. Түсінікті да? Мұса алейхиссаламға да сол тараптан не келген? Үн келген, тәңірлік үн. Соның мағынасында айтады. Алла Тағала Құранда ол отқа барған сәтте дейді. Әлгі отқа барған сәтте. Ей Мұса, рас, мен Раббыңмын деп айтты дейді. Сондай дауыс келді дейді. Кебісіңді шеш, Мұса алейхиссалам айтылып отыр. Сен қасиетті туа ойпатындасың. Қасиетті туа ойпатындасың. Сені таңдадым. Енді уахи етілгенді тыңда. Рас, мен Аллахпын. Менен басқа құдай жоқ. Сондықтан маған құлшылық қыл, сондай-ақ мені еске алу үшін намазды толық орында. Әркім істегеннің қарымтасын алу үшін мен мезгілін құпия еткен қиямет күні бар ғой, қиямет күні анық келеді. Мен мезгілін құпия еткен қиямет күні анық келеді деп жатыр мағынасында. Ендеше сені қияметке сенбей, көңілдерінің ауғанына ергендер қияметке сенуден сені тоспасын деп жатыр мағынасында. Онда егер сен тоспан істейсің, онда құрайсың деп дыбыс салды дейді. Сонымен қатар бұл көрініс Құранда былай да айтылады. Яғни Қасас сүресінің 30-шы аятында айтады мағынасында, ол жерге келген сәтте қасиетті жердегі ойпаттың оң жағындағы дейді. Сол жерге келген қасиетті ойпаттың, яғни туа ойпатының оң жағындағы дейді. Ағаштың жанынан, ей Мұса, рас мен әлемдердің Раббысы Аллахпын деп дыбыс салды дейді. Алла Тағала пайғамбармен тікелей тілдесіп, одан ей Мұса, оң қолындағы не нәрсе деп сұрады дейді. Мұса алейхиссалам қолында не болған сол кезде? Ағаш болған. Түсінікті ғой? Аса таяғы. Оң қолындағы не нәрсе деп сұрады. Әлбетте Алла Тағала оның не нәрсе екенін біледі. Біле тұрса не істеді? Сұрады. Сол кезде не деді? Ол аса таяғым деп айтты. Мұса алейхиссалам. Ол аса таяғым. Оған таянамын, сүйенемін. Онымен қойларыма жапырақ қағып беремін. Қажетін айтады. Әрі одан басқа да қажеттілігім бар дейді әлгі ағашынан. Не қажет емес, жарап жатыр деген сөз. Деп жауап береді. Алла Тағала, ей Мұса, оны таста дейді. Әлгі қолда аса таяғын не істе дейді? Таста деп әмір етеді. Мұса алейхиссалам оны тастаған сәтте әлгі аса таяғы жыланға, алып бір жыланға айналады. Мұса алейхиссалам бұндай нәрсені көрмеген, түсінікті ғой да? Не істейді? Қорыққаннан қашады. Артына қарамай қашты дейді. Құран аятында Қасас сүресінің 31-ші аятында мағынасында айтқандай, таяғыңды таста, сонда оны иреленген жылан көріп, бұрылып артына қарамай қашты дейді. Таста деген кезде оны иреленген жылан көріп, артына қарамай қашты деп жатыр. Ей Мұса, бері кел, қорықпа, шынында сен қатесіздерденсің деген. Түсінікті ғой да? Деп баяндалған. Яғни таяғы иреленгеннен жыланға айналғанға да Мұса алейхиссалам бұны көрмегеннен кейін соны көріп қорқып қашқан. Түсінікті ғой да? Көз алдынан естіген аса таяғы мұғжиза. Түсінікті ғой да? Жыланға айналған, алып. Оны көргеннен кейін қашқан. Алла Тағала не деген? Ей Мұса, бері кел, қорықпа, шынында сен қатерсіздерденсің деген. Түсінікті ғой да? Қатерсіздерденсің деген. Түсінікті отыр ма? Сонда Алла Тағала оны ұста, қорықпа деп айтты дейді. Әлгі тастаған таяғын. Мен де анау жылан ғой жерде деп ойлап тұр. Сонда Мұса алейхиссалам қорыққаннан не істеді дейді? Әлгі жыланның құйрық жағынан ұстады дейді. Қорыққаннан. Қорқа барып не істеген? Құйрығынан ұстаған кезде әлгі жылан қайтадан аса таяққа айналған дейді. Алла Тағала мұғжизасын көрсетеді. Алла мен пайғамбардың арасында тілдесу осылай мына нәрсемен де жалғасты дейді. Әлгі тілдесу былай да жалғасты дейді. Екінші мұғжизасы.
қолыңды қойныңа тық деп айтты дейді. Қолыңды қойныңа тық, аппақ, кемшіліксіз басқа бір мұғжиза болып шықсын деп айтты. Түсіндіңіздер ме? Аятта айтқандай, Мұса алейхиссалам дәл солай жасайды, қолын алып шыққан кезде аппақ нұр дейді қолда. Аппақ нұр, кіршіксіз. Бұндай нәрсе көрінбеген. Түсіндіңіздер ме? Қолыңды қойныңа тық, зарарсыз аппақ болып шығады деп айтатын осы. Қорқыныштан салбыраған қолыңды жи деген. Қорқыныштан салбыраған қолыңды не деген? Аятында айтып отыр, қолыңды жи. Бұл екеуі Фирғауын мен оның адамдарына Раббың екі бірдей дәлелі деген. Раббыңның екі бірдей дәлелі. Түсінікті ғой да? Кім үшін дейді? Фирғауынға және оның адамдарына деп отыр. Екі бірдей дәлелі. Өйткені олар бұзақы ел делінген. Алла Тағала Мұса алейхиссаламға өстіп екі мұғжизасын көрсетеді. Сосын не дейді? Алла Тағала бұл саған ұлы мұғжизаларымызды көрсету үшін енді Фирғауынға бар дейді. Бұл екі мұғжизаны көрсету үшін кімге бар деп отыр? Фирғауынға бар дейді. Өйткені ол шектен шыққан дейді, деп жауап берген. Мұса алейхиссалам сол кезде былай деп дұға жасады дейді. Робби ишрахли садри ва яссирли амри вахлул уқдатан мин лисани. Раббым көңілімді кеңейткейсің. Робби ишрахли садри, көңілімді кеңейткейсің. Ісімді не істегейсің? Оңайтқайсың. Оңтайландырғайсың деп отыр. Және тілімнің тұтықпасын шеше көр деп отыр. Вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули, олар сөзімді түсінсін деп дұға жасады. Түсіндіңіздер ме? Біз айттық қой, Мұса алейхиссалам несі бар еді? Тілінің сәл нүкістігі бар еді. Сәл кекештеніп сөйлейтін еді. Осыдан кейін Мұса алейхиссалам адамдарға дауатын жасаған кезде нүкістігін айырылатын еді. Бұл нүкістігі. Түсінікті ғой? Ана кекештенуден айырылатын дейді. Ал басқа кездерде сол қалпына қайтадан түсетін еді. Түсіндіңіздер ме? Дауатын жасағанда не істейтін болған? Әлгі кемшіліктен айырылатын болған. Мұса алейхиссалам Алла Тағала тағы да Мұса Алла Тағалаға тағы да маған былай деп дұға жасайды. Алла Тағаладан сұрап отыр. Мұса алейхиссалам. Маған отбасымнан туысым Харунды көмекші ет деп отыр. Ол арқылы арқамды күшейт, сені көп дәріптеп, өзіңді көп еске алуымыз үшін оны істеріме ортақ қыл дейді. Кім сұрап отыр? Өзінің бауырын көмекке Алла Тағаладан сұрап отыр. Харунды. Түсінікті ғой? Күдіксіз сен бізді көрушісің деп өтінішін білдірді дейді Раббысына, Мұса алейхиссалам. Раббысы оның өтінішін қабыл алды. Сөйтіп Харунды не істеді, оған жәрдемші қылып берді дейді. Осыған қатысты айтады. Алла Тағала не деді Құранда? Ей Мұса, сенің тілегің берілді дейді. Тілегенің берілді. Оған қатысты Айша радиаллаху анха, біздің Айша анамыз былай деп айтқан. Мұның тарихтағы ең ұлы шапағат екендігін айтқан дейді. Мұса алейхиссаламның Харунға жасағаны. Бұның тарихтағы не екен? Ең ұлы шапағат деп айтқан. Бірде былай деп сұрақ қояды Айша анамызға. Қай туыс ағайынына аса игі ізгі жақсылық жасаған деген. Сол кезде не деп айтқан Айша анамыз? Ол Мұса ибн Имран туысы Харунға шапағат болған кезде деген. Түсіндіңіздер ғой да? Бұл пайғамбарлық сұрауда не екен? Үлкен шапағат, үлкен дәреже ғой. Түсіндіңіздер ме? Осыны айтып отыр. Сөйтіп Алланың қалауымен не істеді? Изхаб иля фирауна иннаху тага. Екеуі не істеді? Фирғауынға барады. Фирғауынға сол тартады өзінің бауырымен бірге. Фирғауын бұны көріп берді. Мұса алейхиссаламды әлі 10 жыл өтті арада, түсінікті да, қашып кеткеннен кейін. Сөйтіп Алланың қалауымен Алла Тағала Құранда айтқандай, Таха сүресінің 42-44 аяттарының мағынасында айтады. Өзің мен туысың екеуің дейді, мұғжизаларымды апарыңдар деп айтты. Мені еске алда селқостық танытпаңдар. Екеуің Фирғауынға барыңдар, өйткені ол шектен шыққан деп отыр. Оған сыпайы сөйлеңдер деп отыр. Сыпайы сөз сөйлеңдер. Көрдіңіздер ме? Не деп отыр? Сыпайы сөз сөйлеңдер деп отыр. Мүмкін үгіт алар немесе қорқар деп отыр біздің ескерткен нәрсемізді. Алла Тағала мүмкін үгіт алып қалар, мүмкін қорқып қалар деп. Сөйтіп ол екеуі Фирғауын сарайына келеді. Сарайға келген кезде бұларды кіргізбей қояды сарайға. Сарайға күзетшілерден өте алмайды. Сол кезде Мұса алейхиссалам не дейді? Біз елшілерміз дейді. Ал бұл Фирғауынға деген
жан жақты елдерден не келетін болған? Елшілер келетін болған. Түсінікті ғой? Өздерінің елшілерін жіберіп отыратын болған. Сондықтан бұл елшілеріміз дегенде күзетшілер солардың бірі деп ойлап қалады. Елшілер дегеннен кейін сарайға кіргізеді. Сөйтіп Муса алейхиссалам мен Харун кімге келеді? Фирғаунның алдына келеді. Фирғаунның алдына келген кезде мынаны айтады дейді. Біз бүкіл әлемдердің Раббысының елшілеріміз деп айтады. Түсіндіңіздер ме? Ол өтірік айтып отқан жоқ. Кім не деп жатыр? Біз бүкіл әлемдердің Раббысының елшілеріміз деп жатыр. Сол кезде Фирғаун оны таныңқырамайды. Сол кезде мына нәрсені айтады. Муса талабын айқындап былай деп айтады. Исраил ұрпақтарын бізбен бірге жібер дейді. Осы нәрсені айтқаннан кейін барып Фирғаун Мусаны таныңқырап, сен Муса емессің бе деп айтты. Сонда Муса алейхиссалам иә деп жауап берді. Сол кезде Фирғаун оған зіл дауысымен, яғни зелкілдеп былай деп айтады. Сені бала қылып асырамадық па? Өзінің жасаған нәрсесін айтып отыр. Түсінікті? Сені бала қылып асырамадық па? Өміріңнен неше жыл арамызда болдың дейді. Сөйтіп жүріп істеріңді істеп кеттің дейді. Жаңа байқаусыз қол тиіп кеткенде әлгі мысырлық өліп қалған соны айтып отыр. Түсінікті? Сөйтіп істеріңді істеп кеттің, сен қарсы келушілерденсің деп отыр. Сонда Муса алейхиссалам оған жауап ретінде былай айтады. Мен ол істі істеген кезде қателескен едім дейді. Яғни әдейі істеген жоқпын деп отыр. Сондықтан сендерден қорқып қаштым дейді. Фирғаунға жауап ретінде айтып отыр. Ақыры Раббым маған хикмет беріп пайғамбарлардан қылды. Сенің Исраил ұрпақтарын құл етіп маған міндетсінгенің қайырың осы дейді. Міндетсініп жасаған қайырың осы. Фирғаун одан әрі тәкаппарлана былай деп айтты дейді. Әлемдердің Раббы деген кім деп сұрады дейді. Ол себебі Муса алейхиссалам не деді? Біз әлемдердің Раббысының елшілеріміз деді ғой. Сол кезде айтып отыр. Әлемдердің Раббысы дегенің не тәйірі дейді. Муса, егер анық сенетін болсаңдар, ол жер көктердің, және оның арасындағылардың Раббысы деп айтты. Сөйтіп маңайындағыларға, Фирғаунның айтқан нәрсе, маңайындағыларға қарап айтты дейді. Естімей отырмысыңдар дейді. Не деп жатыр? Сәл оны кекейтіңкіреп жатыр. Түсінікті ғой? Естімей отырсыңдар ма? Сонда Муса сөзін жалғап, ол сендердің де Раббыларың және сендердің ата бабаларыңның да Раббысы деп айтты. Сендердің және ата бабаларыңның да Раббысы болды. Сонда Фирғаун, нақ осы сендерге жіберілген пайғамбардың мүлде жындысы осы деп айтты. Кімді айтып отыр? Муса алейхиссалам деп. Сонда Муса алейхиссалам, егер түсінер болсаңдар, ол шығыс пен батыстың және екі арасындағылардың Раббысы деп. Бұл Фирғаунға өте ауыр тиетін сөздер ғой. Түсінікті ғой? Оның санасына бұл соққы болатын емес. Ауыр санасына қабылдай алмайтын емес. Осындай нәрселерді айтты дейді. Егер менен басқаны, сонда Фирғаун өзінің абыройына нұсқан келеді деп қауіптеніп мына нәрсені айтты дейді. Егер менен басқаны тәңір етіп алсаң, сөзсіз сені түрмеге, абақтыға салам деп айтты дейді. Сонда Муса алейхиссалам Фирғаунның бұл сөзіне былай деп жауап берді. Егер саған анық дәлел келтірсем де ма деп. Яғни мен анық дәлел келтіріп жатсам да ма дейді. Сонда Фирғаун, ал шын айтушылардан болсаң, әкел оны дейді, дәлеліңді. Сөйтіп Муса алейхиссалам Алла тағаланың әмір еткендей аса таяғын жерге тастайды. Жерге тастаған кезде не істейді? Жыланға айналады. Көз алдында жыланға айналады. Сол кезде және қолын қалтасынан шығарғанда, қойнынан шығарғанда не істейді? Аппақ нұр болады көз алдында. Бұл екі мұғжизаны әлгілерді Фирғаун және Фирғаунның жанындағылар барлығы көреді. Мұғжизаны көріп тұрғанда сонда Фирғаунның айтқан сөзі қасындағылардың көңілі ауып кетпесін деп мына нәрсені айтады. Сен жақсы сиқыршы екенсің. Сен жақсы сиқыршы екенсің, білімді сиқыршы екенсің сен деп жатыр. Ендеше дейді, не дейді? Сайысайық дейді. Бізде де сиқыршылар бар дейді. Себебі Фирғаун не істеген? Кішкентай кезінен әлгі балдарды өзі таңдап алып, сиқырлық оқуын оқытқан екен. Сөйтіп айтады. Сен, ей Муса дейді, қауіптеніп мына нәрсені айтады. Ей Муса, сиқырың арқылы бізді жерімізден шығару үшін келдің бе дейді. Әлгі жасаған сиқырың арқылы біз жерімізден шығару үшін келдің бе дейді. Және жалғасында былай айтады. Әрине бізде сол тәрізді сиқыр әкелеміз деп отыр. Кімге сеніп жатыр? Өзінің сиқыршыларына. Түсінікті? Бізде сол секілді сиқыр әкелеміз дейді. Ендеше бізбен өзіңнің араңда бір уәделі орын таңда дейді. Ол саған да бізге де жаңағындай келмей қалатындай бір
қолайсыздық тудырмасын дейді. Сөйтіп келіседі. Сол кезде Мұса алейхиссалам не дейді оған? Уәделі уақыттарың бір мереке болсын дейді. Уәделі уақыттарың өздерінің бір мерекесі болған. Сол мереке уақытына қояды және түскі уақытқа қояды. Сол келісілген уақытта қояды, шарт қояды екі жақ. Сөйтіп Фирғауын өзінің сиқыршыларына әмір етеді. Мұса алейхиссалам уәделескен уақытқа келеді. Себебі ол жерде мереке болғаннан кейін барлық адамдар жиналады. Сондықтан да әдейі сол жерді таңдайды. Себебі барлық адам көрсін деп. Сондықтан да сол кезде Мұса алейхиссалам мен сиқыршылардың санын айтады, сайысқа түскен. 40 шақты болған дейді. Ол сиқыршылар кім еді? Жаңа Мұса алейхиссалам, Фирғауын оларды кішкентай кезінен іштерінен таңдап алып, оларды мәжбүри түрде оқытқан. Түсіндіңіздер ғой да? Олар өз еріктерімен оқымаған. Олар мәжбүри түрмен сиқыршылық ілімін оқытқан. Сонда Мұса алейхиссалам оларға қарап, сайысуға келіп тұр ғой енді. Сол кезде 40 шақты болған дейді олардың саны. Сайысуға келіп тұрған кезде Мұса алейхиссалам оларға қарап, сиқыршыларға, яғни құрбақ қалыңдар, Аллаға өтірік жала жабасыңдар ма деп отыр. Яғни жапсырмаңдар Аллаға өтірік жала. Онда сендерді азаппен жоқ етеді, расында кім жала жапсырса, мүлде зиянға ұшырайды деп. Сиқыршыларға қарап, жауап үн қатты бастары. Бұл әлі сайысқа түспей жатыр. Түсінікті да, өздерінің сиқырларын көрсетпей жатыр. Сөйтіп әлгі сиқыршылар өзара кеңесті дейді. Кеңесіп мына нәрсені айтты дейді. Біздің бұл ісіміз шайтанның ісі екендігін бәріміз білеміз дейді. Әлі 40 шақтысы бар, өздері біліп тұр ғой өздерінің істерін. Шайтанның ісі екендігін өзіміз білеміз. Ал әлгі Мұсаның айтып тұрғаны шынымен Тәңірден болса, біздің күніміз не болады деп кішкене өзара ақылдасып ойласты дейді бұл сөзді. Түсінікті да? Кейін бұлар дегенмен Фирғауын айтқаннан кейін, Фирғауыннан қорыққаннан кейін әсіресе бұл мынандай нәрсені айтты дейді. Сиқыршылар келіп Фирғауынға мына нәрсені айтты дейді. Егер жеңсек дейді, кімді? Мұса алейхиссалам, әлгі Мұсаны жеңсек деп отыр Мұса алейхиссалам. Егер жеңсек бізге сыйлық бар ма екен дейді. Кімнен сұрап отыр? Фирғауыннан. Фирғауынға айтады, біз Мұсаны жеңсек бізге сыйлық бар ма деп отыр. Сонда Фирғауын оларға, я рас сендер онда жақындарынан боласыңдар деп отыр. Маған жақынырақ боласыңдар деп отыр. Дәрежені түсінікті ғой да? Сөйтіп Мұса мен Харунды нұсқап әлгі сиқыршылар халықтың алдына шықты дейді. Екеуін нұсқады дейді. Мұса алейхиссалам мен Харунды нұсқап, бұл екеуі сиқыршы, сиқырлары арқылы сендерді жерлерінен қумақшы деп отыр. Шығаруды қалауда, ардақты діндеріңді жоюды қалайды бұлар деп отыр. Сендердің ардақты діндеріңді өздерінің елдерінен қууды қалап жатыр дейді. Әлгі сиқырлар арқылы. Осылай сөз бастайды өздерінше халықтың алдына шығып. Сөйтіп бұлар не дейді? Ей Мұса, не сен асаңды таста, немесе біз тастайық деп айтады. Сол кезде Мұса алейхиссаламға Алла тағаладан уақи келеді, олар бірінші тастасын дейді. Түсінікті да? Сол кезде Мұса алейхиссаламға жоқ, сендер тастаңдар дейді. Сол сәтте олардың тастаған жіптері, таяқтары иреленген жыланға айналды дейді. Түсінікті да? Бұл сиқыр тіпті Мұса алейхиссаламға да әсер еткен, түсіндіңіздер ме? Оның көзіне де елестеді дейді, жылан болып. Әлгі тастаған жіптері, сосын нелері, таяқтары. Түсінікті да? Бұлар сондай сиқыр жасаған ғой, керемет сиқыр. Тіпті бұл Мұса алейхиссаламға да не істеген? Көзіне жылан болып көрінген. Түсіндіңіздер ме? Сол кезде Мұса алейхиссалам әлгі аса таяғын тастады дейді. Аса таяғын тастаны көз алдында жұтты дейді. Көз алдында жұта бастады дейді. Сол кезде олар бірден сәждеге кетті, сиқыршылар. Бірі қалмай, бәрі бірден сәждеге кетті дейді. Мына нәрсені айтады. Қалу аманна рабби Муса ва Харун. Мусаның және Харунның Раббысына иман келтірдік дейді. Тағы бір аятта айтады. Аманна раббил аламин. Бүкіл әлемдердің Раббысына иман келтірдік деп жатыр дейді. Бірден істеген, тәубеге келген. Сол кезде Фирғауын бұны көргеннен кейін әлгі адамдардың да бұған ығып кетпес үшін мына нәрсені айтты дейді. Сендердің іштеріңдегі ең мықты сиқыршы мынау екен ғой, сендер келісіп алғансыңдар деп айтты. Көрдіңіздер ме? Сөзді бұрмалап, өзінің абыройын түсіріп алмау үшін. Сендер келісіп алғансыңдар, мынау сендердің ұстаздарың екен ғой деп жатыр. Түсіндіңіздер ме? Сиқырды кім үйретті деп отырған? Мұса үйретті деп отыр. Әлгілерге сендер және мына нәрсені айтады. Сендерге иман келтіруге кім рұқсат берді деп айтады. Қара, кім рұқсат беріп қойды сендерге? Кімнен рұқсат сұрадыңдар деп отыр. Көңілді не істемеу үшін, арқадай бұрдырмау үшін. Сендерге оның Раббысына иман келтіруге кім рұқсат берді деп отыр. Және бұл сендердің
ұстаздарың екен ол сиқырлар, өздерің келісіп алғансыңдар деп халықтың ойын десе де тағы да ары қарай бұрып әкетті. Бүкіл әлгі сиқыршылар 40 шақты бар дедік, осы 40 шақтысы да бәрі сиқыршылардың барлығын істеген, сәжде қылып иман келтірген. Сол кезде Фирғауын мен сендерге рұқсат беруден бұрын иман келтіріп қойдыңдар ма деп жатыр жаңағы. Мен сендерге рұқсат бермей салдым, иман келтіріп қойдыңдар ма деп. Өзінің не қылып жатыр? Үстем қылып жатыр. Сендер бұл райларыңнан қайтпасаңдар, мен сендерді не істеймін дейді? Азаптаймын. Қинап өлтіремін деп жатыр. Қолыңды кесем, сосын екінші қолыңды кесем, аяғыңды кесем деген сияқты. Түрлі сорақының бәрін жасайды. Олар не дейді? Бізге келген ашық мұғжизалардан, сондай-ақ бізді жаратқаннан сені артық көре алмаймыз деп айтады сиқыршылар. Фирғауын айтып отыр. Мен жаратқаннан сені артық көре алмаймыз дейді. Шығарар үкіміңді шығар деп айтады. Не қандай үкім шығарасың? Шығар, біз дайынбыз. Әлгі сиқыршылардың жауабы Фирғауынға. Бар болғаны сен осы дүниеде ғана бір залалыңды тигізерсің дейді. Яғни бізді сен зорлап сиқыршылыққа үйреттің деп жатыр. Айттық қой, ол зорлықпен ғана өзі таңдап алып сөйтіп зорлықпен үйреткен әлгі сиқыршылар. Сен бізді мынау өмірде зорлықпен үйреттің. Енді сол жасаған үйренген сиқырымыз үшін, жасаған сиқырларымыз үшін Раббымызға иман келтірдік, яғни кешіру үшін дейді сол нәрселерімізді, күнәларымызды. Сондай-ақ Аллахтың берері хайырлы әрі тұрақты деп айтты дейді. Сенің жасайтын нәрсең мына өмірде ғана дейді. Фирғауынға жауабы сиқыршылардың. Сөйтіп сиқыршылардың барлығы Ибн Аббастан келген, әкесі екені разы болсын, айтады, Фирғауынның қауымынан сиқыршылармен бірге 3 адам иман келтірді дейді. Әлгі сиқыршылардың барлығы, сосын сол Фирғауынның қауымынан 3 адам дейді. Оның біреуі Фирғауынның әйелі Асия, ол мұсылман еді, түсінікті, ол Аллаға иман келтірген еді. Фирғауынның әйелі Асия, сол Фирғауынның әйелі. Екіншісі әлгі жүгіріп келіп Мұса алейхиссалам айтты ғой, сені олар бірігіп өлтіруге келісім шығарып жатыр, сен елден шығып кет деп жатыр. Біреуі сол дейді. Және сол Фирғауынның отбасынан болған бір кісі дейді, әлгі иман жасырын ұстаған бір кісі, осы үшеуі дейді. Және әлгі сиқыршылар ғана иман келтірген. Қалғандардың барлығы неде қалған? Сол күпірлігінде қалған.